bir nем өзім үйім айттым ғой, бір нем пенсиям өзіме ғана жетеді ғой, не үшін жұмыс істеп жүрмін деп ойлайсың кейін. Аға, ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Аға, мен осы жерде телефоныммен ақшамды жоғалтып алған едім, именно осы жерде. Білмедім мен, жаңа бір жарты сағат болды білмедім. Біреудің ақысын маған не керегі бар, бір теңге пайдасы. Аға, сондағысы ше 10 мың теңге аға. Білем? 10 мың теңге. Звондап көрмедім ғой? Мына жерге қойғамын ғой, осы жерге қойғамын ғой. Звондап көрдім ғой? Телефоным өшірілі. Жарты сағат болды дегенге. Охранаға барасың, камерадан көріп, камера бар ғой. Аяқта жүрдім, сосын жаңа келдім, жарты сағат болды. Енді бастап ала жүрдім. Сол мен 40 минут бұрын осы жерге тастап кеткем, 40 минут бұрын. Жоқ, көрдім. Алсам алдым да айтамын. Білем ғой? Бәрібір алғанмен бәрібір бұйырмайды ол. Бұйырмайды. Аға, сіз қай жақтансыз? Түркістан. Түркістаннансыз ба? Киелі жерден? Мен есім Самат болады аға. Самат болады. Нұртілі. Нұртілі. Қанша бала шағыңыз бар? Бала шағасы болмайды. Алла тағала бермейді. Дұға етіп жатсыз ба Алладан? Емделіп жатыр, дұға етіп жатыр, түсіріп қойып жатыр. Ойлайсың, не үшін жұмыс істеп жүрмін? Алдынан бір күлімсіреп, адам шықпаса, әкешім деп, кім үшін жұмыс істеп жүрмін дейсің де. Мысалы, бір нем өзім үйім айттым ғой, бір нем пенсиям өзіме ғана жетеді ғой, не үшін жұмыс істеп жүрмін деп ойлайсың кейін. Зелені төмен ғой. Пенсия қанша аласыз аға? 57. Алла қаласа, кішкентай періштедей бір қыз болсын, ұл болсын, ең басты денсаулығы сау, бір дүниеге бір періште алып келіңіздер. Амин. Баласыз өмір? Өмір емес. Көзіңіз жетті ма? Әрине. Баласын тастап жатқан адамдарға не айтасыз? Ақмақ қой просто. Жай әшейін ақмақ. Басы тимейді. Біреу балаға жете алмай жатса, біреу баладан бас тартып жатыр. Алла жолы айтады ғой, біреуді беріп сынайын, біреуден алып сынайын. Оған беріп сынап жатыр да, бізге бермей сынап жатыр да. Біреулерді алып сынап жатыр да, баласын алып қойып жатыр. Мен соған сабыр етсек, кішкене Алланың нәтижесін береді ғой. Менің әкешем бала кезінде балалар үйіне өткізіп тастады. Неге? Әлі жұмбақ сол, неге екенін өзім де білмеймін. Періштеміз ба, баламыз, түк білмейміз. Ал сізге бала бермей жатыр. Қабат деген ай, бір кем дүние деген осы ғой. Бәрі бірдей болмайды ғой. Әйтеуір бірінші кем болады ғой. Телефон, жаңа телефон. Оразаға байланысты сізге подарка алыңыз. Неге? Алыңыз подарка, телефон подарка. Оразаға байланысты халық сізге подарка берді. Бұның барлығы пранк болды. Мен сізді видеоға түсіріп жатырмын. Телефонды табыстадым аға. Бұл телефон енді сіздікі. Рахмет. Алла разы болсын. Өткен өсін. Ұрпақты бол. Жақсы жанар нәсіп етсін, үйленбесең. Сен алға өтеміз. Жылайды. Кім жылайды? Келіншегі. Неге? Қашан болады деп. Қашан бізде періште болады деп па?
бірінші қыз болса деймін. Қыз болсын, ұл болсын аға. Жалпы да. Аман болсын ең бастысы. Бұл дүниеде бермеген, лайын берсін деймін, бермеген жағдайдың өзінде Алла Тағала қиямет күні соны еселеп қайталады. Мысалы, Алла Тағала бұл дүниеде біреуге бір зат бермесе, мысалы, бір нәрсесін кем қойса, Алла Тағала есесіне қиямет күні сабыр сақтаса соған мәселе бар да. Сабыр сақтап шүкіршілік жасаса, Алла Тағала қиямет күні еселейді. Екі есе береді. Екі есе береді. Мысалы, мен зеренем төмен. Мысалы, зеренем төмен. Жазуларды нелерді көрмеймін мысалы. Бірақ мен сабыр сақтап, Құдайға шүкір, күнімді көріп жүрмін. Басқа не істейсің? Амал жоқ. Соқырларда жүр ғой мысалы. Енді соның есебіне Алла Тағала енді қиямет күні Құдай қаласа нәтижесін берер деп ойлаймын. Алла қаласа. Бақытты болыңыз аға. Алла нұр жаусын. Телефон аманат сізге болды. Менен кетті, сізге келді, болды аға. Бақытты болыңыз аға. Аман болыңыз. Біреу балаға мұқтаж, ал екіншісі баланы көшеге, қоқысқа немесе балалар үйіне оп-оңай апарып тастайды. Достар, Татарстанда балалар өте көбейіп бара жатыр. Қазіргі заманда заман ба, адам ба? Қайсысы өзгерді деген сұрақ әлде жұмбақ. Алла қаласа бұның шешімін тапқанша біз видеомызды жалғастырамыз. Маған міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Және төменде Каспий Голдтың номері бар. Егер атсалсам деушілер атсалсаңыздар болады. Жақында ораза бітеді. Ораза біткенге дейін осындай жандарды қуантайық. Аман болыңыздар.